Әрбір атқан таңнан әркімнің алар несібесі өзгеше. Жаратылыс нызамында да жасау үшін күрес, өмірге талпыныс бізді минет етуге баслайды. Хақиқатында да біздің кәсіп таңлауымыз кеуіл қалеуімізден келіп шығып рауажланып отырады. Сондықтан да мың түрлі кәсіп ішінен өзімізге мақұл келгенін таңлаймыз. Халқымызда ерінбеген етікші болады деген гәп бар. Шынында да етікшілік кәсібі айрықша пұқталықты талап етеді. Ине менен сабақтың нәзіктілігін, балға менен темірдің тақылдысын, тері менен өкшенің өлшемін епке келтіріп, таяр өнім жағдайына алып келу үшін мың түрлі машақат шегеді. Осы басқышлардан кейін ғана хақиқи қол минеті менен жаратылатұғын бақалы өнім таяр болады. Бозатаулы заманласымыз бұл кәсіпке тосыннан келіп қалған жоқ. Бұл тараудың сырларын терең үйрену үшін ұстаз тұтып, кеуілдегідей етікші ұста болуға талпынды. Кәсіппен шұғыланып атқаныма 20 жылдан астам уақыт болды. Сол 20 жылдың ішінде әйтеуір халыққа қызмет істеп жатырмыз. Ең бірінші ұстазым Шымбай қаласында тұрады. Шымбай қаласына сол өзім етікшілікке қызығып, сол жаққа барып шәкірт түстім. Содан бастап сол даумалап келе жатырмын. Әйтеуір жаман кәсіп емес, үйде балаларым, бала-шағам көмектеседі. Шәкіртлерім бар, таярлаған. Олар көмектеседі. Маусымге қарап бұйыртып аламыз. Бәһәрде, күзде осындай шаң етік бұйыртпаларын аламыз. Атызға, шаруаға етік тігіп бастаймыз қысқа. Балаларға дегенбіз. Осы кәсіптің арқасында бала үйлендірдік, қыз ұзаттық. Балалар қыздарымды оқытып жатырмын. Шәкіртлікке түскен уақытым 25 жаста уақытым еді. Сол Шымбай қаласында сондай қолдан тігетін етіктер болатын еді. Сол барып өзім бұйыртып алып, беріп тіктіріп, содан қызығушылық басталды. Ұстазымның үйіне барып, тігіп атқан етіктерін көріп, ұстазыма ынтымақ етіп, сол шәкіртлікке түсіп, содан бері осы кәсіпте жатырмын. Бұл негізі етікшілік кәсіп қатты қиын кәсіп, ауыр. Ерінбеген етікші болады дегендей, бұл кәсіп істегеннен кейін ізден қалмай істеу керек күні-түні. Бұйыртпалардың кеуілінен шығу керек. Шымбай қаласы бұрыннан ата кәсіп ұсталар елі. 25 жасымызда енді қызығып бардық. Әке-шешемсам бұл кәсіп қиын кәсіп қой. Әйтеуір ертең күнде өзің қиналмайсың ба деп сұрауларды берді. Сонымен яқсы өзім қызығам осы кәсіпке деп әке-шешемнің разылығын алып, сол кәсіпті бастадым. Өз минеті арқасында белгілі кәсіп иесіне айланған қаһарманымыз ешкімнен қол созып жәрдем сорамайды. Себебі қолында алтынға тең өнері һәм өзін бақытлы сезе алатұғын кәсібі бар. Өзімізді жұмыспенен бәнт етіп, шәкіртлер таярлап, оларға да қосымша тараудың нәзік сырларын үйрету арқылы шаңырақ дараматын алып кіруге үлес қосамын дейді ұста және бір пікірінде. Заманауи машинды алдық, машинда қалды. Өнімдарлық, жұмыстың өнімдарлығы артты. Бүгін күнде бұрын біреуін шығарса, осы машинмен екеу-үшеуін шығарып атпыз. Бұрынғы машин қарағанда бір басқаша жақсы болып тігіледі. Алдағы уақытта бұдан да ұстағаннан кеңейтіп, қазіргі заманға сай басқа да бір және қосымша машин тігулерін, машиналарды алып, станокларды алып, қалыптарды алып, еледі кеңейту ниетіндеміз. Ең бірінші жұмыс бастаған уақытлары осы машинмен бастағанмын. Ең қадірдан машинам осы ұсташылықты бастаған жылы осы машинмен бастап, бұл машина ешбір не көрмедім. Әзірем тігіп тұрыпты. Әзір осының арқасында міне заманауи машиналарда батырыппыз. Осы машина арқасында бәрі де. Жастарға да айтарым, сондай бір кәсіптерді үйреніп, ұста шәкірт түсіп, үйренсе, келсе үйретемен өзім жастар келсе еледі. Әйтеуір минетіменен бала шағасын бағады. Шаң етік деген мінекей осы етік болады. Бұлан бір бұйыртпашының сол қалеуіменен тіктік. Мынау брезин болғаннан кейін бұны екі қабат қылып тігеміз. Һәм бұл сырлады.
Сөйтіп мына нелерді бәріне алды лентасына, лента деп айтылады. Бұның алдына да, артына да терден қоямыз. Астының подошлары Ташкент қаласына барып, мына подошларды барып алып қайттым Ташкент қаласынан. Өзінің адамлардың бұйыртпасына қарап, бұлар енді бұл қыста қиылмайтын подош. Яғни жеңіл болады. Ұшлы туфлилер бұлар. Басы тұмалақ, әзір мына жай табан қилылар бар, жүруге қолайлы. Енді әзіргі уақытта шәкіртлерім бар, алдағы мақсатлерім сол жастарға осы кәсіпті үйрету. Ізленген імкан табады. Бүгінгідей тынышам жеке минетті қадірлеп, қоллап қуатлайтығын әжайып заманда минет еткен деген саулығымыз, імканымыз бар екен, берекетлі кәсіп елеу инсанның әзізлігін және де ұлығылайды. Замаласымыздың алдағы режелері де үлкен. Ата-бабада мирас болып келген бұл кәсіпті рауажландырып, жас әулетқа жеткеру жолындағы ісілері табыслы болсын.